Достар, бүгін сіздермен грек жаңғағы қосылған рогалики дайындаймыз. Ол үшін ұнның үстіне разрыхитель қосамыз. Келесі шекер саламыз. Және бөлме температурасында еріп тұрған сары майды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып, міне осындай крошка жасап аламыз. Келесі қаймағымызды алып, үстіне жұмыртқаның сарысын құямыз. Жұмыртқаның сарысы мен қаймақты жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін крошкамыздың үстіне салып, барлығын жақсылап илеп, біркелкі тесто дайындаймыз. Міне бізде тестомыз дайын. Келесі начинкасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ағын миксерлеп аламыз. Үстіне шекер саламыз. Грек жаңғағын салып, жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай барлығын жақсылап араластырғаннан кейін осындай начинка шығады. Осы начинкамызды қазір ортасына саламыз. Тестомызды 3 бөлікке бөлеміз. Шағын 3 бөлікке бөліп алғаннан кейін оқтаумен жаямыз. Ештеңе сеппей өзін жаямыз. Оны ештеңе себудің қажеті жоқ. Міне жайып алдық осындай көлемде. Келесі рогаликидің формасында етіп кесіп шығамыз барлығын. Арасына начинкамызды салып, екі жағын бүреміз видеода көрсетілгендей. Сосын ортаға қарай айналдыра бұраймыз. Оратамыз. Міне бізде осындай рогаликилер шығады. Барлығын осылай жасап шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Егер сізге рецепт ұнаса, маған тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпаңыздар.